шынтақ буыны артикуляция кубити бұл тоқпан жіліктің дисталды ұшы, шынтақ жіліктің және кәрі жіліктің проксималды ұштарының буындысуының нәтижесінде түзілетін күрделі буын болып табылады. Бұл буынның бір буын қапшығының ішінде 3 буыннан құралған. Оның ішінде бірінші буын тоқпан жілік пен шынтақ жіліктің арасындағы артикуляция гумеро-ульнарис, тоқпан жілік пен кәрі жіліктің арасындағы артикуляция гумеро-радиалис және радиалис пен шынтақ жілік пен кәрі жіліктің проксималды ұштарының арасындағы артикуляция радио-ульнарис проксималистен құралған. Буын беттері артикуляция гумеро-ульнарис тоқпан жіліктің трохле гумери мен шынтақ жіліктің инцизура трахлярисінің беттесуінен құралған. Екінші буын артикуляция гумеро-радиалис капитулум гумери мен кәрі жіліктің басы капут радидің басындағы шұқыры фобия капица радидің буын беттесуінен құралады. Ал үшінші буын артикуляция радио-ульнарис проксималис шынтақ жіліктегі инцизура ради мен кәрі жіліктің циркумференция артикулярис радидің беттесуінен құралады. Міне, үш буын құралған, үш буын беттерін түсіндірдік, бір буын қапшығының ішінде орналасқан. Буын қапшығы тоқпан жіліктің артында шынтақ шұңқырының 3/2 бөлігіне бекиді. Екі бүйір жағында ол айдаршық үсті эпикондус медиалис латералисті ашық тастап, жоғарғы жағында тоқпан жілікке бекиді. Ал төменгі жақта шынтақ жіліктің инцизура ульна мен колюм радиге бекиді. Осы аралыққа тартылып орналасқан. Қосымша элементтеріне келетін болсақ, буын қапшығының сыртында осы екі сүйекке тартылатын лигаментум коллатералды ульнари, лигаментум коллатералды ради екі байлам тартылып мықтап бекітілген. Медиалысы ол медиалды айтаршық үстінен, ал латералды байламы, яғни лигаментум коллатералды ради, ол латералды айдаршық үстінен бастайды. Сөйтетте ол сүйектердің тартылып бекіп орналасады. Енді буын пішініне келетін болсақ, бұл күрделі буын болғандықтан оны түсіну керек. Артикуляция гумеро-ульнарис бұл шығыршықты буынға жатады. Бір өсті, пішіні бойынша. Артикуляция гумеро-радиалис бұл жалпы шар тәрізді буынға келеді, көп өсті болады. Ал артикуляция радио-ульнарис проксималис бұл цилиндрлі, бір өсте қозғалады. Енді бұл буында жасалатын қозғалыс негізінен күрделі буын, жаңа жіктесті айттық. Бұл біріншіден шынтақ буында бүгу жазу функциясы атқарылады. Не бүгу жазу, флексия экстенсия. Бұл негізінен артикуляция гумеро-ульнаристе асады. Бұл жағдайда артикуляция гумеро-радиалисте тек мынадай қозғалыстар жасалады. Екінші қозғалыс ол пронация супинация. Бұл қозғалыс негізінен артикуляция радио-ульнарис проксималистің буында, яғни цилиндрлік қозғалыста жасалады. Бірақ бұл буын жеке дара бұл буында атқарылмайды. Бұл артикуляция радио-ульнарис дисталиспен бірге отырып, яғни құрама буын бола отырып, осы қозғалысты жасайды. Яғни қол басын ішке бұрау, сыртқа бұрау. Пронация, супинация қызметі жүзеге асырылады.